Құрметті оқушылар, келесі видео сабағымыз бастайық. Мына жерден де ол дифференциалды теңдеулерге байланысты болып тұр. Өздеріңіз алдарыңызда тұрғандай т сағатта бактериялар саны болатын эксперимент көрсетті дейді. Енді бактериялардың саны ғой. Осындай теңдеуге бағынады, сондай-ақ 0 болғанда осындай екені белгіні, осы мынау болатынын көрсетіңіздер дейді. Енді мына жерде не істейміз? Бұл енді айнымалысы ажыратылатын теңдеу. Меніңше енді өздеріңіз білесіз, dn бөлінген мына n сол жаққа апарайық, dn бөлінген n тең -0,3 тұра берсін dt. Екі жағын не көрді? Ендер бөлек, тылар бөлек болды. Екі жағын интегралдаймыз. 0,3 деген ол енді коэффициент қой. Одан не шығады? Оң жақтан бізде ln n шығады. Модульге алып қойып тең -0,3 t плюс c деген. Мынау бізде дифференциалды теңдеудің жалпы шешімі. Бірақ бізде n да алып алу керек. Яғни екі жағын e негізге келтіретін болсақ, бүйтіп e мен ln жойылады. Сонда оң жағында n қалды тең e-нің -0,3 t дәрежесі көбейтілген e-нің c дәрежесі, ол бір басқа бір сан болсын. Міне мынау біздің былайша айтқанда теңдеуіміздің жалпы шешімі. Бірақ бізге мынау бастапқы шарттар берді. Т тең 0 болғанда n 5 мың екен. Яғни т-ның орнына 0 болғанда n 5 мың. n-ның орнына 50 мыңды қоямын. 5 мың деп бұл 50 мың. Тең e-нің -0,3 көбейтілген 0. Яғни көпсірімі т тең 0 болған кезде көбейтілген c деп тұр. Енді бұдан не аламыз? Бұдан біз мынауымыз біздегі e-нің кездесам 0 дәрежесі 1-ге тең. 1-ге тең. Сөйтіп c тең 50 мың. Сөйтіп жалпы шешімге қоятын болсақ, біз дербес шешімді алып шығамыз. n тең 50 мың көбейтілген e-нің -0,3 t дәрежесі деген мынау a шартын көрсеттік. Мынау біздің дербес шешім енді. Екінші, т тең 0 болғанда бактерия саны осы формулаға сала саламыз. n т-ның орнына 4 қоямыз. 50 мың көбейтілген e-нің -0,3 көбейтілген 4. Яғни -1,2 дәрежесі ол тең болады. Енді оны калькулятормен есептейік. 50 мың e-нің -1,2 дәрежесі. Бұл қайда екен? Мынау екен. e-нің -1,2. e-нің жоқ, e-нің дәрежесі. Мына өрді басамыз қазір тұратындар. Яғни e дейм дәрежесі -1,2. -1,2 жақшаны жаптым. e-нің таңбасы минус болды ма екен? Плюс болып бүтті қойдым, бүтін. Қайттан есептейік, тұратыңыздар. С деген асы емес пе? Так, e-нің жақшаның ішінде минус. E-нің минус, ладно. Қайттан e-нің жақшаның ішінде минус 1,2 дәрежесі жақшаны жаптым. Тең. Так, осы шықты, осыны аламын да көбейтемін 50 мыңға. 50, 1, 2, 3. Тең. Өздеріңіз көріп тұрсыздар. 4 секундтан кейінгі уақыт, егер мен калькуляторынан қате кетіп қалса енді көресіздер. Бірақ енді осылай есептептім. 15.059, енді 15.060, шамамен 15.060 шығып тұр. Шамамен 15.060. n-нің т-ға тәуелді графигін. Енді мына жаңағы өзіміз жазған n тең 50 мың көбейтілген e-нің -0,3 t дәрежесінің осының графигін сал дейді. Допустим, т болсын, уақыт. Мынау бізде n саны болсын. Бізде есептің берілгеніне бару керек. т 0 болған кезде 50 мың екен. Яғни бастапқыда
мынау 50.000 болсын. Ең бастапқы бактериялардың саны 50.000 болды. Біз осы нүктені білеміз. Одан кейін мына т тең 4 болғанда оның санын есептеп 15.000. Яғни, допустим, 1, 2, 3, ну, допустим, 4 болсын. Осы т 4 болған кезде оның саны 15.000. Мына 50.000 болатын болса, допустим, 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000. Значит, 15.000 деген сөз ол примерно мына жер ғой, мына 10.000 жартысы мына жерде біз жазып қойыңыздар, мына 10.000, 20.000 деген сияқты графиктеріңізді көріп тұр. Мына жер 15.000. Бет-бет көрсетіп қойларыңыз болады. Мына жерде 15.000, 60 деп жазып қойыңыздар, чтобы экзаменатордай білетін болатындай. Сөйтіп, графигіміз бүйтіп түсіп келе жатыр, осы нүктеден өту керек. Білесіздер, көрсеткіш функция өмір теріс бола алмайды, бұл ары қарай кете береді. Бүйтіп ары қарай сал. Бізде 2 нүктесі беріліп тұр, осы екеуін салып қойсаңыздар. Болды, міне графиктің эскизін салдық. 2 нүкте беріліп тұрды. Осымен балалар сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Назарларыңызға